Сәлем тока-бока достар. Мінекей қайтадан бастаймыз. Мынау біздің сыйлықтар тұратын полкамыз. Бұл полканы сіздерге әдейі көрсетеміз. Өйткені бұл жерде барлық тегін сыйлықтар тұрады. Солай ма, Делфин? Әрине. Мәрмей, давай көрсетеміз бәрін. Қараса қандай қызық мына жерде. Не деген сыйлықтар маған ұнайды достардың бәрі. Өзім жақсы көремін осы сыйлықтардың бәрін. Тез адамдарға осы жерде кейіпкерлерге келген бәріне осы таратып бергім келеді. Мен де соны ойлап жүрмін. Естеріңде болса, біз алдыңғы келген кейіпкерлерімізге бір әдемі табиғатқа пикникке шығатын сыйлық бергенбіз. Ол да сыйлықтар өте әдемі. Енді келесі сыйлықты кімге берсек екен деп тағы да сыйлықтар дайындап қойдық. Мінекей, сол кездегі екі әдемі пара сүп-сүйкімді осылар алып кеткен ол сыйлықты. Табиғатқа шығатын наборды. Ал қазір біз енді сендерге қызық болсын деп Долфин екеуміз маска киіп алдық. Қызық маска, маған ұнайды, өте тамаша. Саған ше ұнай ма, Долфин? Әрине ұнайды. Бұл маска кімге ұнамайды? Бұл әдемі африканский папуайлардың несі. Бізде қараңдар, қандай неше түрлі папуайлар бар. Долфин деп маған шақырып қояды. Ого, бізге алғашқы өзіміздің кәсіп нелер келді. Адамдар, нәбір бала өзі сондай сүйкімді бала. Қай уақытта қарасам да саяхатта жүреді. Саяхат жақсы көреді. Бармаған жері жоқ. Өзі барлық уақытта рюкзагын арқалап алады да саяхат істейді де жүреді. Бүгін екі подружкасымен кепті, екеуі де сүп-сүйкімді, қуанышты. Не керек екен бұларға? Не керек сендерге? Қыздар, балдар. Білмеймін, бізге бір сыйлықтар керек. Сондай сүйкімді, өзімізге ыңғайлы болса екен деп. Соған қуана келдік сендерге. Осы жерде Долфин мен Мермейд екеуі бізге жақсы бір сыйлықтар береді деп. Әрине береміз, неге бермейміз? Мысалы, мен қыздарға мынандай әдемі сумочкалар берген жақсы көрем. Дайындап қойдым. Керек болса қазір алыңдар. Долфин, сүйінші, сен маған не дайындадың? Мен саған спортивный сумка дайындадым. Сіздар там қаласың ба? Қалма, сенің де сумкаң болсын. Ал бірақ, сумкалардың ішінде сендерге біз сюрприз жасап қойды. Ашып көргілерің келсе, көріңдер. Ой, қандай тамаша, қуаныштымыз. Қанки сен аш, жоқ сен аш. Бірінші сен ашшы. Сосын барып мен ашам. Көрейік, ішінде қандай сыйлықтар бар екен. Қыздар, ашыңдаршы. Көрейік. Мынау не? Әдемі жасыл құрбақа. Ана қызда екіншісінде сары құрбақа. Жігітте ше? Жігітте әп-әдемі төбесінде бантигі бар. Розовый күшік. Тамаша. Рахмет. Мінекей келген сыйлықтар күні келіп жатыр, почтаға келіп жатыр. Келесі жолы осы почтаның бастығы туралы, кішкентай күмпет почтальон туралы таныстырам сендерді. Ал қазір мінекей қайтадан сыйлықты Долфин алды. Долфин әдемі розовый шапка киіп алыпты, екі құлағы бар, қоян сияқты. Жұмыртқалар түсіпті бояп болған. Жақында Пасха болды ғой, соның жұмыртқалары ғой. Мермейд, бұл көңілді Мермейд, әдемі Мермейд. Бұл да бір әдемі сыйлықты алды. Ашып көрсетесің бе бізге Мермейд ішінде не бар екен? Әрине көрсетем. Бұл сыйлықтарды ашу, ол біздің жұмысымыз. Долфин екеуміздің. Бұл да жаңағы құлағы бар, розовый шапкаменен киім. Мен бірақ кимеймін оны Долфинге берем. Долфин молодец. Долфин ол секіріп жүріп, өзі сыйлықтарды сондай әдемі таратады, әдемі упаковка жасайды. Мен бүгін комбинезон киіп алдым. Тамаша жарасады екен. Долфин, неге бағасын тағы да киімді остырыпсың ба? Бұны маған менің сүйікті Мермейдім подарок етті. Мен де жақсы көрем подароклерді.
Mermaid өте көңілді қыз. Өзім модницасам. Ой, әр шыққан кезінде байқайсыңдар ма, тока-бока достар? Әдемі шляпкалар киіп шығады. Ого, мынау сыйлық? Бұл оригами. Кім жақсы көреді оригами жасағанды? Әдемі қағаздардан керемет осындай кейіпкерлер жасаймыз. Мен қоян жасадым. Жарайды, кеттім. Ого, мынау кішкентай тигренок. Бұл аватардың несі ғой? Тигреногы ғой. Ондай тигренокті көбісіміз аватардың ішінде көріп жүрміз. Ол не істеп жүр бұл тока-бокада? Иә, айтпақшы, аватардан келген қонақтар да бұл жерден сыйлық алады ғой. Мынау кәдімгі аватардың клоундары, мимикалар жасайтын клоуны. Естерінде ме? Тока-бока достар, кім аватар ойнайды? Жазыңдар, кім аватарда ойнап жүр? Мына кейіпкерлер қай жерлерден аватардың мегаполисінің ішінде қай жерлерде жүреді? Метрода, иә? Мынау қасы ерекше, жүрекшеден жасалған. Беті секпі-сек бір қыздарыңдыш, бірақ әдемі екен. Ол да сыйлық алуға кепті. Сыйлық, кім жек көреді сыйлықты? Бәріміз жақсы көреміз. Тока-бока достар, тіркеліңдер, достарыңа таратыңдар, бірімізді қолдап отырайық. Бізде қазақша тока-бокадан осындай контенттер, видеолар түсіріп жатқан кезде мен де көріп отырам. Небір әдемі видеолар түсіріп жатыр. Қазақ тілінде, қазақша. Сондықтан бірімізді қолдап, лайк қойып, коммент жазып, бірімізден үйреніп, танысып отырамыз. Тіркеліңдер достар. Тіркелуді ұмытпаңдар ешқашан. Тіркелу деген сөз, бірімізді жылжытамыз. Бірімізге лайк қоямыз, коммент жасақта жылжытамыз. Одан кейін біздің лайкымызге қарап, әрқайсымыздың контенттегі достарымыздан ары қарай тарайды. Сөйтіп, бүкіл дүние жүзі біздің мультфильмді көре бастайды. Тамаша емес пе? Біз де қазақша әдемі мультфильмдер түсіреміз ғой. Мінекей қараңдар, соның бірі сыйлық алу, сыйлық тарату. Осы тока-боканың контентінің бірі сыйлық алу, сыйлық тарату. Ол менің контентім Magic Boo деген атыменен. Тіркеліңдер Magic Booға. Менің профиліме кіріңдер, сол жерде көресіңдер Magic Boo'тың бүкіл тұрған ұзын видеоларын және қысқа шорттарын. Себебі ол екеуі де шорттарда, қысқа видеолар, ұзын видеоларда өз алдына бір историяны айтады. Тіркеліңдер достар, күтемін, бірімізді қолдайып. Осындай сыйлық арқылы. Мүмкін сендердің темаларың басқа шығар. Жазыңдар, қандай темада түсіріп жатсыңдар. Мен де кіріп көремін, лайк қоямын, тіркелемін, қолдаймын. Мен де жақсы көрем осындай әдемі контенттер түсіргенді. Қараңдаршы, қандай әдемі кейіпкерлер. Көңілді, әдемі. Өздері тағы да сондай сүйкімді қыздар мен балалар. Рахмет барлығыңа. Тіркеліңдер достар. Күтемін. Пока-пока.